Өткен күндердің сыйы. Жол жүріп барам. Солай ма? Жол болсын. Айтқаныңыз келсін. Ақтауға кетіп барам. Аға, өзіңіз білесіз, мен сіздің арқаңызда құмар ойыннан бір жола құтылып, басымды арашалап алдым. Сіздің жасаған жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймын. Сізге қарыздарым, аға. Жолым болып, бәрі реттеліп жатса, сіздерге қонаққа келеміз. Ер жігіттің мойнынан қыл арқан шірімейді. Бұл үйді кім сыйлаған таба аласың ба? Мен қайдан білейін, өзің айт. Қаныш есіңде ме? Әрине есімде. Бұл соның сыйлығы. Ақтауға барып, кәсібін ашып, жағдайын жасап алған. Болашақта өзге бейнемен келеді. Сізде түк шаруамыз жоқ. Болат деген кісіні танисыз ба? Жоқ. Ал сіздің марқұм күйеуіңіз жақсы танитын. Танып қана қоймай оған ақша қарыз еді. Сол ақшаны аларда қандай болдың, а? Аш жүрсем де саған ақшаны қайтарам дегенсің. Шығыңыздар үйімнен. Бұл сенікі емес, керісінше сен шық. Не деп тұрсың? Сенің күйеуің Жұмабек, соңғы айында бір тиын ақшасы болмай, пәтердің кілтін тіккен. Ал таныс ба? Алло, Қаныш бол сен бе? Қаныш, құтқара көр. Қаныш басқаларға көмектеспек тұрмақ. Өз басының шаруасын шешіп алсын. Телефонда бар. Шанашыма дейіп шықты. Қанышты тап. Үміт оты оянғанымен Қаншаған шақырып жібересіз бе? Қаншаған бұл үйде тұрмайды. Ол бұл үйді бізге сатып жіберген. Өздері шетелге көшіп кетті. Мен сізбен қандай әдемі өмір сүрген Манаш. Бәрін өзіңізбен бірге неге алып кеттіңіз? Мені тәтті ұйқымнан неге ояттыңыз? Ана жақта әкем екеуміз қол ұстасып жүрген шығарсыздар. үмітсіздікте қатар жүреді. Толқын? Толқынды қайдан танисыз? Оған не үшін жаныңызды ашып көмектеспексіз? Мен Толқынның әке-шешесімен өделескенмін. Сол жалғыз уәде сен мен Толқынның өмірін түбегейлі өзгертеді. Қарым-қатынастағы адалдықтың белгісіне де. Ей, саған не керек? Толқын қайда? Білмеймін. Өтірік соқпа, мыстан. Оны үйден алып кеткен сен, қайда ол? Я үйден алып шыққан мен, бірақ қайда баратынын айтпады. Сен немене, өтірік айтқанға сен қуат деп тұрсың ба? Мен саған жалындым. Толқын қайда? Сен айттың ба? Толқынның қайда екенін айттың ба сен? Сен айттың ба? Толқын Ақтауда ма? Кездейсоқ кедергілер тап болады. Балам, үйге Толқын келгелі, әкең бұзылды. Соның сөзін сөйлейді. Ал Толқын болса, әкеңді маған қарсы қойып жүр. Соңында ұрсысып, міне, мен көлік жуып жүрмін. Еге ора сезімге жалым беретін. Қабыл ал қызым. Саған деген қарым-қатынасым менің өзгермейді. Үйдің жағдайын өзің жақсы білесің. Олар сені қабылдамайды. Ал Әлидің жары болсаң, әңгіме басқаша болар еді. Өз қиындығымды өзім шешем. Жоқ аға, мен қиналғанда сіз маған көмек қолын создыңыз. Енді сіз қиналғанда мен сізге демеу болам. Сіздің өткендегі ұсынысыңыз әлі өз күшінде ме? Әрі оны сөндіретін де. Сендер менің жыныма тиіп біттіңдер ғой. Біресе өзің, біресе қызың. Зөре апай, анама тіл тигізбеңіз. Не? Мәс саған, мынаны қараңдар. Анаңа тіл тигізген ұнамайды екен. Ондай болса, қайдан келдің, сондай кет. Адамдардың көлеңкелі ойлары. Қайдар, мекен жайын таптың. Шын ба? Ештеңені білмей жатып қалай сөйлейсің? Сонда ана жігіттен менің қай жерім келмеді Толқын. Қалай ғана мен саған жақпай қалдым Толқын. Қайдар болды, жетеді. Мен саған есеп беріп бақталып отыратын уақытым жоқ. Бір ғана айтарым, заттарын жинада бұл үйден кет. Есімім Болат. Осы жақтың тумасымын. Толқынды қайдан танисың? Неге үндемей қалдым? Қайдар. Өздерің не істеп жүрсіңдер, қараңдаршы. Мына жерде Толқынды ойлап тұрған кім бар? Қайсың бар Толқынды ойлап тұрған? Ешқайсысы. Толқынды бай жігітке тигізем деп жаныңды салып жүрсің.
Ал құдағидің ойында не бар екенін ешкім білмейді. Сезім толқыны телехикаясы. Толқын. Мен сені сүйемін. Маған тұрмысқа шықшы. 30 қаңтардан бастап ұлттық арнада.